Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жақсы достың мысалы әтір сатушы сияқты дейді. Ана қараңыз. Жақсы ортаның, жақсы достың мысалы әтір, ол саған әтірін сатады дейді. Сен одан сатып аласың, немесе ол хадия қылады дейді. Болмаса ананың қасында көп жүргеннен кейін әтірінің иісі үстіңе сіңіп қалады дейді. Не деген сөз ол? Ол деген сөз, жақсы адамнан сен бір нәрсені өзің үйренесің, қабылдайсың. Немесе ол саған үйретеді, хадия қылады дегені, осы жерің дұрыс болмады, оны былай істеу керек еді деп, не істейді? Имани жағымен түсіндіреді дейді. Немесе соның қасында күнде жүре бергеннен кейін ананың бойындағы жақсы қасиеттер сізге не істей бастайды? Жұға бастайды, сіңе бастайды. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның керемет мысалы. Жақсы дос. Жаман достың мысалы ше дейді. Канафихил кири дейді. Мына күр үрлейтін сияқты. Күр деген анау темір ұсташылардың уф деп үрлеп тұратын несі бар ғой, анау құрылысы. Дәл сол сияқты дейді. Не істейді ол? Ол үстіңе жаңағы шоғын түсіріп күйдіреді дейді. Немесе оның қасында отыра беріп сасып кетеді дейді.